Қалайсыздар достар? Қалайсыздар? Бастамастан бұрын сіздерге өтінішіміз бар. Біздің дәл қазір пауза қойыңыздар да каналға өтіп, подписка жасаңыздар, сосын лайк басыңыздар, сосын комментарийді видеодан кейін қалдырсаңыздар болады. Ана колокольчикті бас қойыңыздар дейтін бар еді. Иә, колокольчикті басыңыздар, сол кезде дың-дың-дың деген звук естімейсіздер, өйткені ол басқа нәрсе. Ал бүгін біз сіздерге күшті нәрсе дайындадық. Қандай нәрсе? Сұрақ, жауап. Иә. Біздерге, яғни Инстаграмды, былай кішігірім тиктокты жүргіземіз ғой, сол жерде көп сұрақтар келеді. Сұрақтардың барлығы не туралы? Америкаға қалай баруға болатын туралы, виза қалай алуға болатын туралы және жұмыс туралы. Сол сұрақтарыңызды сіздерден сұрадық, коммент ретінде жаздыңыздар YouTube каналымызға. Соған біздер рандомны сұрақ қойдыңыздар, біз сіздерге рандомны жауап береміз. Мүмкін қызық болып жатырса, Алла қаласа, жақсылап дайындалып, сіздерден жақсылап көбірек сұрақтарыңызды алып, тағы түсіреміз. Түсірейік па, түсірмейік па, тағы да астына жазып кетіңіздер. Есту керек, да? Астына жазып кетіңіздер деп айту керек, иә? Еще андай бар, типа, 1000 лайк жинаса, жалғасын түсіреміз деген. Сол үшін 1 миллион лайк бізге дейді. 14 мың подписчигің бар ма? Иә, біз Америкада жүргенше, достар, біз Америкада жүргенше, давайте бәріміз Қазақстан поддержка жасап, 100 мың подписчик жинап, не алайық та? Кнопка. Кнопка алып кетейік. Иә, YouTube'ның кнопкасын. Сосын барғанда бөліп береміз, шын айтамыз. Бөліп беруге бола ма? Болады, кесеміз ғой бүйтіп. Сол. Кеттік, бастайық онда? Давайте, бастадық. Пока деп айтамын. Бастадық. Окей, Олбек Каримовтан сұрақ келіпті. Бірінші сұрақ, оқу қандай мамандықта? Менің оқуым Instructional Design and Learning Technologies деп айтылады. Жалпы орысшаға немесе қазақшаға дұрыс аудармасын білмедім. Себебі менің ойымша Қазақстанда бұндай мамандық жоқ. Жалпы әлем бойынша жаңа мамандық болып табылады. Кеттік, екінші сұрақ. Менің оқуым ешқандай, мен оқымаймын. Екіншісі, Америкаға билет қанша болады? Шамамен барып келуге 500 мың теңгедей болады, бірақ сіз всегда Каспий Travel'ға кіріп, сол жақтан бағаларын өзіңіз таңдап алсаңыз болады. Ол авиакомпанияға байланысты, датасына байланысты, көптеген факторларға байланысты. Я Қазақстандағы сияқты ғой, мысалы билет кейде арзан болады, кейде қымбат болады. Ерте алсаң арзан болады, тақалғанда алсаң қымбат болады деген сияқты. Шамамен бір 500 мың, 600 мың деп алайық, туда обратно. Оқуда стипендия бар ма? Стипендия бар, көлемін айта алмаймын. Не үшін айта алмаймын? Өйткені көлемі... Не үшін айта алмайсың? Не үшін айта алмаймын? Өйткені, білмеймін не үшін айта алмайтын. Маған да айтпайды, мен де білмеймін. Походу, мен подозревать етем, бір 20 мың теңге алатын сияқты айына. Аман жүріңіздер дейді. Рахмет. Рахмет. Сен де аман бол. Так, келесі сұрақ. Америкаға қалай баруға болады? Америкаға самолетпен барасың, бірақ барар алдында сен виза алу керексің. Визаң болса, Америкаға жол ашық. Виза міндетті түрде. Андай адамдар сізге жазады ғой, Америкаға барайын деп едім деп. Иә, сөйтеді, Америкаға баратырмын, мен күзде барам, мені күтіп аласыз ба, сосын мен әдемі жерлерді көрсетесіз ба дейді. Все, давай, визаң бар ма десем, визам жоқ дейді. Біреулер вообще виза деген не ол дейді. Сондықтан виза деген керек нәрсе ол. Қалай жұмысқа кіруге болады дейді. Жұмысқа официально егер сізде жұмыс визасы болса ғана кіруге болады. Қалған жағдайда сіз неофициально, нелегально жұмыс істейсіз. Иә, нелегально енді білесіздер ол кез келген жерде, кез келген мемлекетте бар нелегально деген. Ал официально жұмыс істеу үшін, еще студент болсаңыз, кампуста жұмыс істеуге болады. Иә, айтпақшы, студент болсаңыз, кампуста жұмыс істей аласыз, бір аптасына 20 сағат па, көп төлемейді, бірақ енді әйтеуір жеткілікті. 2017-де келгенде мен сондай жұмыс жасағанмын, ай сайын ба, или семестр сайын ба, бір $500 алатынмын. Пропискаға қалай тұруға болады дейді. Пропискаға қалай тұрады? Пропискаға тұрмайды. Бұл жақта прописка деген тема жоқ. Просто кез келген мекемеге барғанда сен просто өзіңнің қазіргі таңда тұрып атқан адресіңді бересің, болды, олар сұрамайды сен, сол тексермейді сен адреста барсың ба, жоқсың ба, болды. Так что прописка деген жоқ. Жоқ. Кеттік, келесі. Визаны қалай аламыз? Менің жасым 18-де, қалай бара аламын? Ол жаққа барғасын қандай жұмыстар қолжетімді? Жаңа жұмыстарды подробно айтпадық, Давайте подробно. Жалпы визаны қалай ала аламыз? Визаны алу үшін міне мына ссылка, ненің профильдің астында ссылка болады. Сол ссылкаға кірсеңіз, сол жақта
бүкіл информация бар. Негізі сіз анкета толтырасыз, сосын төлейтін там консульский сборы бар, сол ақшасын төлеп, қандай визаға тапсырып жатқанын таңдайсыз, и сөйтіп собеседованияға жазылып, сол жаққа барасыз собеседованияға. Документтеріңізді предоставлять етесіз и так далее. Екінші? Ол жаққа барғасын қандай жұмыстар қол жетімді. Жаңағы айтып кеткеніміздей официально жұмыс істей алмайсыз, ал нелегально жұмыстар ол жаңағы мында мысалы доставка істеп жатады біреулердің аккаунттарымен адамдар. Сосын мына жақта үй көшіру деген бар, яғни андай грузчик сияқты ғой. Сондай жұмыстар, сосын стройкада істеп жатады адамдар. Не бар тағы андай типа хэндимен деп айтады. Кез келген нәрсені да бүйтіп арнайы өзінің чаттары бар бұл жақта. Чаттарға кіріп біреулер жазады, бізге официанттар керек дейді. Соған хабарласып официант болып барасыз. Сосын там телевизор қондыру керек дейді, барасыз да қондырып бересіз деген сияқты. Сондай жұмыстар ол чаттардан қарасаңыз болады. Фейсбукта работа в Америке, работа в Лос-Анджелесе деп іздесеңіздер неше түрлі группалар шығады. Сосын біздің тұратын жаңағы немізде, біздің тұратын комплексте келіншектер тамақ пісіреді, неше түрлі торттар жасайды, содан да ақша табады. Міне енді әркім арғалай ақша табуға тырысады. Кеттік, келесі. Мексика арқылы визасыз баруға болады ма дейді. Мексика арқылы кіріп жатқандар бар. Соңғы кездерде осы жақында да естігенім бар. Ол деген, бірақ Мексикаға, Қазақстан үшін Мексикаға виза керек айтпақшы. Сондықтан Қазақстанның азаматтарына мен естігенім 5 мемлекет өтіп кіретіндер бар. Ол деген бір Гватемала ма, бір мемлекетке виза керек емес, соған барып алады да, сосын содан тағы да бір білмеймін қандай бір мемлекет сол шекаралас мемлекеттер арқылы мында барасыз да. Неше түрлі приключения арқылы ол өте қиын. Мен жақында бір келген баладан сұрағанда айтты, бір адамға где-то 3 миллион теңге кетеді деді Мексика арқылы келу үшін. Яғни мысалы сіздер 3 адам болып келсеңіздер, ол 10 миллион теңге. И риск өте үлкен, иә? Сіздер ұстап алу мүмкін, түрмеге жауып тастау мүмкін, 1 айға, 1 жылға кері қайтарып жіберу мүмкін. В общем, неше түрі болуы мүмкін, кейде удачно өткізіп те жіберу мүмкін. Иә, өзіңіздің риск қабы ғой, барлығы. На свой риск и страх. LAPD жүр. Сіздер қалай бардыңыздар, немен айналысасыздар? Біздерде жаңа айтып өткеніміздей студенттік виза, менде F1 деген виза, Абылайханда F2 деген виза, ол яғни студенттің жақын адамы. И немен айналысасыздар? Сол айдана оқиды. Стипендия аламын. Мен там сценарий жазамын, осындай влогтар түсіремін. Сондай енді тірлік қой. Өлмесін тірлігі. Так, келесі сіз оқисыз. Ағылшын тілін білмесен де бара беруге бола ма? Сіз қалай ойлайсыз? Мен айтайын, ағылшын тілін білмейтін адам ретінде болады. Бірақ өте қиын. Негізі, жоқ, вообще білмесең, шынымен өте қиын болады. Мен былай нормально басында келгенде кішкене білетін, қазір одан сайын кішкене жақсарды. Жалпы кез келген жерде ағылшын тілі керек, потому что сөйлей алмасаң, саған бір нәрсе айтып тұрса, андай мәңгүрт деп қарап тұрған ыңғайсыз. Сондықтан андай базовый болсын, школьный уровень болсын, ағылшын тілін білген дұрыс. Менің ойым, Инстаграмда айтып кеткен болатын, білмей келетіндер бар, олар өлмейді. Яғни бір нәрсе қылып тірлік етесің, жаңағы немен переводчикпен аударсаң болады, қасыңа досыңды алып аласың, бірақ ол өмір сүруге үлкен кедергі келтіреді. Себебі, яғни мылқау адам сияқтысың ғой. Бір нәрсе айтып атса, сұрап атса, то білмейсің, ол сен соткыңды ашып болғанша, үшін үлкен уақыт кетеді. Сондықтан менің ойым ағылшынды мүмкіндік болса біліп үйреніп келген дұрыс. Оны қашан тағы да бір көзім жеткен кезі, жаңа біз босануға больницаға бардық қой. Сол кезде мысалы сізге қаншама сұрақ қояды. Сіз өзіңіз стрессовый ситуацияда боласыз. Неше түрлі болып қалуы мүмкін ғой енді өміріңізде. Сол кезде үшін мылқау болып, біреуді күтіп, біреуден көмек сұраған енді қиындау. Сондықтан мүмкіндіктеріңіз болса, үйреніп келуге тырысыңыздар. Кеттік, келесі. Америкада аз зарплата шамамен қанша дейді? Жалпы официальный Америкада аз зарплатаны біз білмейміз. Гуглда мен бір қарағанда 3,500 деп па, 4,000 деп па тұрған сияқты. Сондай шығар, себебі пособиясының өзі $2,000 болса, то мүмкін сондай бір 3,500 шығар айына. Бірақ бұл жақта айына есептелмейді, зарплата жылына есептелінеді көп жерде. Зарплаталарын сұрағанда американецтерден жылына қанша табасыз дейді, олар айтады $50,000, $50,000, $60,000, $100,000 деп сөйтіп сізге жауап береді. Келесі, ағылшын тілін қалай тез үйренуге болады, қандай совет бересіздер? Біріншіден, ерінбеңіздер,
бастап кету керек, сосын үздіксіз айналысу керек. Яғни сіздерге аудио көп тыңдау керек, видеолар қарау керек, қызықты. YouTube-ты ашыңыз, өзіңізге қызық программаларды, влогтарды ағылшын тілінде көріңіз, кітап оқыңыз, тағы не, грамматикасын міндетті түрде үйреніңіз. В общем, жан жақты барлығында үйрену керек және күнде айналысу керек. Жылына бір рет, аптасына бір рет, 2 рет деген нәрсе болмайды. Мұғаліміңіз тапсырма берсе, міндетті түрде жасаңыз. Анау, мынау деп придумывать етпей. Жалпы еще ағылшын тілін қалай тез үйреніп алуға болады деп сұрақ бастапқы дұрыс қойылмаған сияқты. Точнее, сіздің неңіз қалауыңыз. Себебі тез деген сөз жоқ. Ағылшын тілін үйреніңіз просто. Өзіңде андай тез деп мақсат қоймаңыз. Главное просто андай ғой. Тише едешь, дальше будешь қой, или кемейм ол. Айта берсеңші. Білім инемен құдық қазғандай ғой, сол үшін. Так, келесі сіз оқисыз, қандай? Жұмыс істеуге барғым келеді, загранпаспорт ғана бар, не істесем болады дейді. Міне айтқанымыздай, сіз виза алу керексіз. Бірінші загранпаспортыңыз бар болса, сол визаға подавать етесіз. Бірақ енді жұмыс істегім келеді деген немен барсаңыз, ол уже дұрыс емес. Сізге бермейді. Жалпы визовый центрда офицерлер ең бірінші сол жұмыс істеуге нелегально баратын адамдарға запрет қояды, сол үшін абайлаңыздар. Так, келесі сұрақ. Сен қалай өттің собеседование, ден қандай қиындықтар болды дейді. Біріншіден сіз деп сөйле деп Біз қиындықсыз өттік. Неге? Себебі, тағы да айтам, болашақ бағдарламасы арқылы. Уже жаңағы визовый центрде болашақ бағдарламасын олар біледі, сізді спонсировать ететін, ол студенттердің қайтып келуге міндетті екенін олар барлығын біледі. Сондықтан барған кезде сіздерді қинамайды. Абыл екеуміз кірдік. Мен вообще сөйлемедім ғой, мен үндемей кірдім, үндемей шықтым. Саламатсыз ба деген жоқ, Абыл. Дым сұрамады менен. Кажется, мен түрме қарады да, маған сенді. Мынау нормальный бала деді да. Түрі дыңқ деді ма? Айданаға бір 3-4 сұрақ қойды. Не үшін баратсыз? Не үшін тағы да қайттан магистратура оқыватсыз деп. Қандай мамандық деді. Сосын болды, сәттілік деді да. Паспортымызды алып қалады. Айтпақшы, вдруг жаңағы неге барып жатырсаңыздар, паспортыңызды қолыңызға ұстатып жіберсе, сізге жоқ деген сөз. Паспортыңызды алып қалса, алып қалып, келін 2-3 күнде визаңызбен паспортыңызды қайтарып береді деген сөз. Сондықтан қолыңызға ұстатып жіберсе, потеря болып, мен өттім деп кетіп қалып жүрмеңіздер. Абыл мына жердің бүкіл шөбін бітірейін деп жатыр. Анандай сұрақтар жиі кездеседі тоже. Мен қазір айтайыншы, жаңа ғана бір TikTok-тан бір коммент оқыдым. Біз виза туралы айтамыз, сұрақ қойыңыздар осы влогтың астына деп жазып кетсем, ақшаң болса, қалғанның бәрі чепуха деп жазып кеткен. Ол вообще олай емес. Вообще, даже ақшасы көп адамдар, я не знаю, миллионерлерге де виза бермесе өте алмай қалуы мүмкін. Мысалы, кімге Қайрат Нұртасқа бермепті виза деп ойлаймын. Жиі қойылатын сұрақтардың бірі тоже айтады, осындай міне компаниямен нетіп жатырмын, сөйлесіп жатырмын, олар айтып жатыр, виза істеп береміз деп. Негізі сондай компаниялар бар, арнайы сізге көмектесетін, бірақ бірден біліп жүріңіздер, олар сіздерге тек көмектеседі, олар сізге виза алып бермейді, олар сізге жаңағы анкетаны толтырып беруге көмектеседі, олар сосын осы жақтан бір мүмкін универге шақырту алдырып береді деген сияқты да. Бірақ егер сізге сондай компания виза алып берем десе, онда болды, сенбеңіздер, олар ешкім алып бере алмайды, тек көмектеседі. Виза деген әр кезде 50-50. Яғни сіздің документіңіз күшті болып тұрып, барлық құжаттарыңыз болып тұрып, ақшаңызды төлеп тұрып, бермей қалу мүмкін. Кейде тіпті қалай болса солай тапсырған адамдар өтіп кетуі мүмкін. Сосын жаңа компаниялар жайлы тағы да айтатын бір нәрсе, абайлаңыздар, дұрыстап таңдаңыздар, себебі менің өзімнің бір досым бар, сондай компанияға ұрынып қалған, ақшасын беріп, компания лақтырып кеткен. Жалпы сол дұрыс па деп сұрайтындарда айтарымыз, ол өзіңізге байланысты. Егер ақшаңыз бар болып, сіз мына анкетаны толтырғыңыз келмесе, то болады. Егер ол сіздің соңғы ақшаңыз, ладно, сосын Америкаға барып тауып аламын ғой десеңіз, ол не факт, что сіз өтесіз, жаңағы соңғы ақшаңыз күйіп кетеді. Сондықтан өзіңіздің рисктен қазақша қалай? Риск. Күрішік па? Күрішік. Риск деген күріш қой. Риск деген күрішік.
жұмыс туралы тағы бір кішкенек информация. Жалпы менің байқағаным, әйел адамдарға қарағанда ер адамдарға жұмыс табу оңайырақ. Енді жалпы қоятын сұрақтар өте көп қой, иә. Мына жерде қазір біз айта беретін болсақ, ұзаққа созылып кетеді. Сондықтан мүмкін Алла қаласа тағы да жақсы дайындалып, сіздерден побольше сұрақтар жинап, может тағы бір жауап берерміз? Иә, болады. Сіз басқа не айтасыз? Біздің каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, видеолардың бәрін қарап шығып коммент жазыңыздар. Ұнамаса да қосып қойыңыздар. Иә. Ақша жүре берсін бізге. Тегін лайк қой, ода тұрған не бар? Ал біз үшін ол кішігірім поддержка болады каналымызға. Осы достар, тағы да бір айтарымыз, осы видеоны барлық достарыңызға, таныстарыңызға таратсаңыздар болады. Көріп, біліп дегендей. Сол біз біттік. Қосылып, жазылып, комментарий басып. Комментарийді баспайды ғой, иә? Комментарий басып, лайк жазып. Комментарий билеп. Сол. Давайте.